Қайырлы күн достар, сіздермен Зухра. Бүгін сіздермен бір жасағаннан ұқсап шығатын оригинал пиццаның рецептісін бөлісетін боламын. Қамырымызға керекті заттарды ең алдымен дайындап аламыз. Ыдысымызға 200 мл су құямыз. Оған жарты шай қасық тұз салып араластырып жібереміз. Кейін 2 ас қасық қант саламыз. Оны да араластырамыз. 2 ас қасық қамыр қопсытқыш салып, оны да ерігенше жақсылап араластырып жібереміз. Ал енді 2 ас қасық өсімдік майын құямыз. Араластырып, ал енді ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Менде 2-2,5 стакан ұн кетті. Осылай қамырымызды илеп болдық. Үстін жақсылап жауып, жылы жерге көтерілгенше 40 минут қойып қоямыз. Менің қамырым осылай көтеріліп шықты. Мен салмасын дайындап алдым. Жақсы еритін сыр, қызанақ, колбаса, сосиска керек болады. Алдымен пісіретін листімізге өсімдік майын аз ғана құйып, жақсылап жағып шығамыз. Жайылу оңай болып, және де жабыспай шығады. Қолымызды да аз ғана майлап аламыз. Ал енді қамырымызды салып, жаймендеп жаятын боламыз. Пиццаны кез келген листте пісірсеңіздер де болады. Мен осылай әдемі етіп жайып алдым. Ал енді соусын салатын боламыз. Соусын кетчуп пен майонезді араластырып, осылай дайындап алдым. Жақсылап оны да жағып шығамыз. Салмасын салып, қалауларыңыз бойынша әсемдеп шықсаңыздар болады. Қызанақтың орнына қияр қоссаңыздар да бола береді. Осылай сосиска, колбасаларды қойып, жақсылап әдемі етіп, сәндеп шығамыз. Бастапқыда аз ғана мөлшердегі сырымызды салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутқа пісіруге салып аламыз. Примерно 20 минут болған кезде қалған сырларымызды салып, пісіруге 5-10 минут қойып аламыз. Мінекей достар, бізде осындай жұп-жұмсақ және де дәмді пицца дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.